Армысыздар аса қадірлі көрермен, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз жеңілдетілген лизинг туралы сөз қозғаймыз. Алдымен осы бағытта ой бөлісетін қонақтарымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазагроқаржы компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Еркебұлан Жұмжаев мырза бізде студияда қонақта, және Әділбір шаруа қожалығының жетекшісі Талғат Алпысов ағамыз қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді Еркебұлан Ерланұлы, президентіміздің өзі осы ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту мәселесі туралы ұдайы айтып жүр. Бұл ретте енді еліміздегі ауыл шаруашылығы техникаларының 70-80%-ға дейін ескіргені айтылады. Бұл бағытта Қазагроқаржы қандай іс-шараларды қолға алып отыр? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Енді президент айтқандағыдай, дұрыс, солай 70-80%-ға дейін қазіргі техника барлығы тозып жатыр. Оның жаңарту деңгейі бізде алдында жыл сайын 3-4-5%-ға жетіп жатқан болса, енді президентіміз қойған мақсаты 10%-ға дейін жеткізу керек болды. Енді біз өз тарапымыздан биылға 220 миллиард теңгеге қаржыландыруды жоспарлап отырмыз. Алдында ондай сома бізде болмаған. Осыдан егер де қарайтын болсақ, 3 жыл бұрын біз 120-140 миллиардқа техника беретін болғанбыз. Енді былтыр 178-180 миллиардқа жеттік. Жылдан жылға ұлғайып 30%-ға өсірдік оны. Енді биылға 220 миллиард, ол да 30%-ға өсіріп жатырмыз. Енді сол одан бөлек енді алдында біз тек қана нарықта жұмыс істейтін қаржыландыруды біз осы қаржы ұйымдарынан, банктерден ақша алып, оларды фермерлерге лизинг арқылы беретін. Бұл фермерлерге көбінесіне ыңғайсыз. Өйткені біз енді нарықтан алған соң біз фермерлерге нарықтық пайызбен береміз. 20-22%-бен. О кісілер арғарай ауыл шаруашылықта министрлігінен немесе осы жергілікті органдардан субсидияға өтініш тапсырып, сосын сол субсидиясын күтіп отырады. Яғни 22%-ын субсидияланатын болып тұр ғой. Бірақ ол субсидия уақытында түспейді. Сондықтан да көп фермерлер өзі ескі техникамен жүре берем, ана жерден жаңа техника алып, оның субсидиясын күтіп, артынан жүру ыңғайсыз деп. Биыл біз бірінші рет осындай үлкен соманы бөліп отырмыз, 120 миллиард. Жеңілдетілген лизинг. Ол фермерлерге үлкен жеңілдік деп санаймын. Өйткені техниканы 5% мөлшерімен алады. Арғарай артынан барып субсидияға сондайға деп документтер жинап, ондай уже қажеті жоқ. Субсидияны тікелей мемлекет бізге беріп отырады. Біз оны жеңілдетіп уже фермерлерге береміз. Осы программа арқылы көп фермерлер біраз техникасын жаңартылып алды. Өйткені бізде мысалға айтып жатырмын ғой, алдында 140 миллиард, 170 миллиардқа былай келіп жатқан болатын болсақ, биылға 220 миллиардқа осы программа арқылы жетіп отырмыз. Түсінікті. Талғат Шәкірұлы, енді өзіңізбен таныса отырайық. Әділбір шаруа қожалығы деп айтып кеттік. Сіздер шаруашылықтарыңыз қай бағытта? Егіншілік па, мал өсіру ме? Содан бастасақ әңгімемізді. Сосын жалпы осы жеңілдетілген лизинг деп айтып отырмыз. Ескі техника мәселесі сіздің шаруашылық үшін қаншалықты өзекті? Ассалаумағалейкум, көрермен қауым. Есімім Талғат Алпысов. Біз өзі Ақмола облысы Қорғалжын ауданында Жентеке деген ауылдамыз. Бізде шаруа қожалығы, шаруа-қожалығын өзім басқарам. Біздің енді бағытымыз егіншілік. Қазір деңгейде егіншілік енді биыл
тағы да ойланып жатырмыз енді алты жағын қалай ыңғай болатынын тағы көре жатамыз оны. Осы егіншіліктің өзінің жұмыстары да оңай емес. Жаңағы основном бәрі тірелетіні осы техникаға. Техника ескі болғаннан кейін мерзімнен қалып қоямыз. Мерзіммен лагер болғаннан кейін уақыт күтпейді. Уақыт деген бірінен соң бір келіп отырады, көктемнен бастап қара күзге дейін. Сол техниканың кішкене ескілігінен әбден кішкене қиыншылық көреміз, үлгере алмай қаламыз дегендей. Жаңа сапасына да ол нетеді, сапасына, өнімділікке де сапасына бәріне өз ықпалын тигізеді ғой ескі болғаннан кейін. Кісілерді көршілеріміз шақырамыз, енді көршілеріміз өздерінікін бітіргеннен кейін ғана келеді, уақытымыз өтіп кетеді дегендей әңгіме жоқ. Көршілер де келеді, кім жаңа техникасы осы, олар тез бітіреді де тез келеді дегендей. Сосын жаңағылар айтады, осылай техника алшы андай мындай деп. Сосын 1-2 жыл бұрын осы Қазагро қаржыға бардым мен. Жаңағы айтқандай 22%, оның негізі 7%-ға түседі дейді. Қалған жаңағы субсидиясы 15%-ын үкімет жаңағындай заявлениемен кейін қайтарады дейді. Бірақ сен 22%-ды жаңа уақытта төлеп отыруың керек. Көрдіңіз бе? Біз оны былай естідік, өзіміз неміз көтермейтін болғаннан кейін оны тоқтаттық 2 жыл бұрын. Дәл осындай өтті. Сосын биыл міне тамыз айында ойдым, бір жақсы өте бір аяқ астынан хабар болды. Өзіміз не істейміз, қалай қыламыз күзде. Ауа райы болса бұлай кешегілді биыл. Қиыншылықтар болып жатыр. Енді баяғы жолдастарға, қасымызда көршілерімізге сенейік десек, мен ойлаймын, олар биыл ешқайсысы көмектеспейді дедім. Потому что мынандай жағдай бәрінде олар өздерін алып болам десе бізге қар түседі деймін. Былтыр солай кішкене қарғада қалып қойғанбыз, шынын айтқанда. Қар жауып кеткенде тоқтағанбыз. Сосын жаңағындай тамызда не шықты? Инстаграмға шықты ғой бұл нәрсе. Халыққа жарияланды. Сосын былай қарап тұрмыз, жаңағы жақтан өзім басқа жақта жүргем. Звондап осы жігіттерім айтады, осындай не шығарып жатырмын, айтамын, не может быть ондай нәрсе. Сенбеймін де енді 5%-бен фермерлерге қазір осылай ақша қаржыландыру берді. Мен айттым, мүмкін емес. Сосын тағы 1-2 жігіттерге звондап, неткеннен кейін амал жоқ, тездетіп, бір күнде не ашылды ғой портал. Соған қанша фермер үлгереді, ақша деген белгілі мөлшерде где-то 120 миллиард. Енді керек нәрсе әжептәуір ғой, Қазақстан бойынша ғой енді. Сосын бәрін ұстап, самолетке ұшып келіп, ең бірінші неге бардым, сол жаңағы қаржы неге бардым, Қазақстан агроқаржы несіне, осы Астана бойынша филиалына бардым. Сосын барып сразу қалай болғанын көрсетіп, сұрап, жағдайын біліп алған ең бұл кісілерге рахмет. Астана филиалының жетекшісі Обакеркена Бауыржан деп жатырмын. Оны непосредственно өзіммен мені жетеліктеп кураторым Ермек Думанович деген жас жігіт өте керемет түсіндіріп, осылай 5% қуанышымызда не жоқ. Әлі документтерін бәрін жинап, бір айға жеткізбей жаңа жігіттердің көмегімен қай уақытта осыны звондаймын. Кейбірде жұмыстан кейін де звондаймын, 9-10 қарамайым, ренжімеші деп. Осындай болып жатыр, бір жинақ білейін деп. Жоқ, ренжімейміз, сіздер алсаңыз болды. Олар өтпен көмектесті. Ырзалықпен 5%-пен бізге 2 жаңа комбайн алдық. Соның арқасында мен шын айтқанда биыл үлгеріп, егінімізді жинап алдық. Енді ол өте үлкен көмек. Неге десеңіз, ол жаңағы 2 жаңа комбайныңыз мен егістігімнің 60%-ін алып берді. Қалған енді ескі комбайндарым үшеуі жаулы 40%-ін алды деймін де, қазіргі дейін айтамын. Бізге қалай көмектесіп жатыр үкімет? Енді біз агроқаржының функциясын, енді үкіметтің функциясын орындап жатыр ғой. Енді үкімет қалғысымызды айтамыз, енді біз бәріміз осы үкіметке, бәріміз бір үкімет болғаннан кейін бұл кісілер соны орындап, олар енді дәрділеп, жақсылап, бізге жеткізіп, соны жаратып жатқанға біз үлкен алғыс айтамыз. Енді бұл өте керемет бастама біз сияқты қожалықтарға. Әлі де алғымыз келеді. Енді біреуін жауып, тағы бірдеме алып, жаңа басқа да техникалар алғымыз келеді. Техниканың пландарымыз бар. Енді бастама жақсы. Түсінікті. Еркебұлан мырза, енді жеңілдетілген лизинг бағдарламасының талаптарына бір тоқталып өтсек, соны айтсаңыз. Енді жеңілдетілген лизингті былай айтатын болсақ, алғаш рет біз оны 22-ші жылы бірінші рет бұл бағдарламаны жариялағанбыз. Ол кезде мемлекет тарапынан бізге 40 миллиард теңге бөлінген. Енді ол 40 миллиард бүкіл халыққа не, ол тез игерілді.
Сосын тағы да сұрады, бізге осындай жеңілдетілген лизинг керек, техника жаңарту керек деп. Сосын 23-ші жылы енді 25 миллиард теңге жеңілдетілген лизинг, және тағы оған қоса тағы да қосымша бағдарламалар, басқа да бағдарлама, өз жем шөбіміз Қазақстанда жасалған деген бағдарламалар, ол жерде де льготтық бағдарлама сияқты жеңілдетілген пайызбен бердік. Ол былтыр сол бір 60-65 миллиард шамасында бөлінгенбіз қаржыны. Енді биылға 120 миллиард осындай бірінші рет бөлініп жатыр ғой. Енді оның басты талаптары, енді барлығы айтатындай, ол 5% пайыздық мөлшерлемесі. Бұл жерге енді сол 5%-дің тасасында қалып отыр да, қалған талаптар. Иә, енді ең ыңғайлығы сол ғой, енді фермерлерге техниканы алды ма, ары қарай жұмыс істеу керек. Ол жерге енді жергілікті органға барып, өтініш жазып, субсидия қашан түседі, түспейді, оны артынан бақылап, оны ыңғайсыз ғой. Әрине. Иә. Сол себепті осы 5%-бен беріп отырмыз. Ол енді ең бастысы сол пайыздық мөлшерлеме. Екіншіден, енді былтыр өздеріңіз білесіздер, қиын болды. Осы ауа райға байланысты біраз фермерлер зардап шекті. Жинаған бидайлардың сапасы төмендеп, ылғалы көтеріліп, кішкене қиындады. Сол себепті ол кісілерде енді біз біліп отырмыз, енді қазір олар енді техника ала ма, немесе жаңа тұқым ала ма, жанармай ала ма, соны енді ақшасын былай бөлмейтіндей қылып, біз оларға мынау аванстық төлемді осы 1 желтоқсанға дейін не бердік, мерзім бердік. Яғни осы тамыз айында техниканы алған болсаңыз, 1 желтоқсанға дейін аванстық төлем бойынша қосымшама уақыт берілді. Ондай техниканы солай алып отырды. Ол екіншісі басты несі, ерекшелігі. Ол яғни аванстық төлемді 1 желтоқсанға дейін біз мерзім бердік. Үшіншісі енді ол мерзім 7 жылға беріп отырмыз техниканы. Ең бастысы осылар, яғни ол мерзім 7 жылға дейін. Бірінші аванстық төлемге біз қосымшама мерзім бердік, оны төлеу үшін 1 желтоқсанға дейін, және пайыздық мөлшерлеме 5%. Және тағы да ол бірінші аванстық төлем біз 10% көлемінде орнаттық. Яғни басқа бағдарламалар бойынша 15-20% болатқан болса, мына жерде 10%. Аванстық төлем деген техниканың жаңағы бағасының белгілі бір бөлшегін төлеу керек пе? Енді кредит алған кезінде айтады ғой, бір первоначальный взнос, соның орнына жүретін ғой. Соның орнына собственное участие дейтін. Бізде ол аванстық төлем, яғни осы 10% шаруа қожалықтар, қалған 90%-ын біз қосып, уже зауыттарға ақша аударып, техниканы беріп отырамыз. Талғат Шәкірұлы, бұл талаптар сіздер үшін қаншалықты қолайлы болды? Енді былтырғы жағдайды айтып отыр. Бүкіл Қазақстан бойынша. Биылғы жағдай енді егін молшылығымен бидайдың жаңағы сосын жаңағы өнімді ұсату, басқа жаққа өткізу деген сияқты кішкене қиыншылықтар туып отыр бізде Қазақстан бойынша. Сапасы да кішкене биыл кеш себілгеннен кейін, көктемде жаңбыр біраз уақыт алды, кеш себілді біраз жерлерде. Сапасы да ойдағыдан кішкене, біздікі Қорғалжын жағы, біздің Ақмола облысының оңтүстігі болғаннан кейін біздікі сапасы кішкене ойдағыдай болып тұр. Енді былай қарай кішкене сапалары нелеу. Енді мына кісінің айтып отқан несі, жаңағы бірінші төлемде де 25 жылы 1-тоқсанында деп тұрсыз ба сонда? Жоқ, осы жылдың 1 желтоқсанына дейін. 1 желтоқсанға дейін. 1 желтоқсанға дейін. Енді оның өзі уақыт қой. Бұнда енді бізде бір күн, 2 күн бұрма деген уақыт өзінің несі бар енді. Сол уақытта өткізіп, жауып, нетуге бізге жеңілдіктер, өшім жағын қарап атыр деп ойлаймын. Өте керемет. Жаңа Қазақстан агроқаржы ұйымдарының бізге беріп жатқан көмегі, енді бұны қайта берген келмейді, но өте керемет мөлшерде беріп жатыр. Біз жаңағы техниканы жаңартуымызға, жаңағы финанс ақшасының жағынан дікілдемей, жаңағындай бүгін жапты, мен 1 декабрьға дейін созған, өзі бәрі біздің немізге кіріп жатқан есебі
керемет. Жалпы өзі қазір техниканың, әсіресе мына ауыл шаруашылығы техникасының өзін мен өткен жолы бағасын көріп шошыдым кәдімгідей. Иә, мысалы жаңа комбайндарыңыздың өзі бір ең арзан 70 миллионнан басталады деймін де. Енді ол ғаламат не ғой, ортан қол шаруа қаншалықты ол қалтасы көтереді ондай техниканы алуға, қолдаусыз дейік. Енді қолдаусыз қалта көтермейді бізді. Егер де біз жаңа екінші уровеньдағы банктерден мемлекеттен алатын болсақ, олар ай сайын жабатыны бар, жаңағы пайыз мөлшерлері бар, 18-15-тен төмен жоқ. Кепілдік сұрайды олар, иә. Олар сонан кейін жаңағы несін, тем более залог сұрайды. Өте қиын, оны уже біз ескі техникамен жүре береміз. Мынандай жағдай болғаннан кейін бізге жеңілдік 5% бір жылға. Оның өзін жаңағы негізгісін жылына бір рет төлейсің, қалған квартал сайын пайыздар, жаңағы көтерме пайыздар дейді ғой, процентный ставка, соларын төлеп отырамыз, болды. Біз 7 жылда техниканда допустим бір-екі сұрақтар бар, конечно. Допустим, бір алдық, 2 комбайн, тағы да бірдемелер алғың келеді, жыл сайын әйтеуір өзгертіп қосқың келеді ғой техниканы жаңартуға. Енді ол жақтарын тағы да шешіліп жатады шығар деп ойлаймын. Енді жылда, допустим, ай сайын бір жаңалықтар келіп жатыр әйтеуір. Жақсы хабарлар келіп жатыр. Соған біз енді ойлаймыз, біздің Қазақстанда мынандай жеріміз бар, мындай халқымыз бар. Осы егіншілік, малшылық деген біздің ата-бабамыздан келетін нәрсе ғой. Осыны дұрыстап жүргізіп отырсақ, біз ешкім екенбіз. Біздің действительно ауыл шаруашылық Қазақстан драйвері болу керек қой біздің жермен, шынын айтқанда. Еркебұлан мырза, енді ағамыз айтып отыр ғой, жаңағы тағы да бір тілек ниеттеріміз бар еді деп, мысалы осы ретте бір шаруаға жаңағы берілетін соманың мөлшері дейміз бе, әлде техникамен есептегенде шектеу бар ма соған қатысты, қандай да бір? Шектеу жоқ, бірақ енді қарастырылған кезінде біз оның несін қараймыз ғой, жерін қараймыз. Соған байланысты. Соған байланысты, иә. Егер кішкентай ғана жер болса, ол маған 10 комбайн керек десе, біз айтамыз соған 10 комбайн емес, бір ғана комбайн керек деген сияқты. Енді шаруа қожалықтарын несіне қарап отырамыз, өзінің жағдайына, әлеуетіне, жағдайына қарап отырамыз. Егер қажет болса береміз. Мысалға сіз биыл алдыңыз, енді келесі жылға тағы бір нәрсе, енді трактор ма, сондай бір нәрсе ма керек бол, ол да болады, иә. Ондайда бізде шектеу жоқ, келіп осы бастан келісіп олыңыздар. Енді сразу айттым ұстадым деген дей ма? Енді бір жақсы 7 жылға дедік, өзі 5%. Жаңа сіз айтып отырсыз, қалтасы көтере ме, көтермей ме деп, 70 миллион аз ақша емес бұл. Әрине, өте үлкен ақша. 70 миллион тағы 30% өзі қазақстандық өнім болғаннан кейін тағы үкімет тағы қайтарып беріп жатыр. Өт көрдіңіз бе бізге қандай жеңілдік? Енді біз ойлаймыз, енді одан артық бізге тегін бер деп айта алмаймыз ғой. Біз сол үшін жұмыс істейміз. Соны алып іске қолданамыз. Жаңа техникамен біз жаңа жұмысты үлгеріп, сапасымен шығуға тырысамыз. Сөйтіп тырысып жатырмыз енді. Ал шаруаларға мысалы қойылар талаптарға қатысты бір өзгешеліктер бар ма? Тек жаңағы шағын болмаса орта, я болмаса ірі деп ондай бөлмейсіздер ме? Жоқ, біз олай бөлмейміз, бәріне бірдей. Бірақ айтатыным бізде бір 90-95% ол шағын шаруашылық қожалықтар. Қолдауға зәру да солар? Иә, солар көбісі солар алып отыр. Былай үлкен агрохолдингтер деп бізде ондай 2-3 ғана болса бар шығар, бірақ олар енді жылда техникасын жаңартып отырады. Олар осы неге қарамайды, жеңілдетілген бе, олардың өздерінің программалары бар, олар шетелге енді не тауарларын сатып отырады, олардың жағдайлары кішкене басқаша. Ал біздің мақсатымыз көбінесе осы кішкентай шаруалық қожалықтарға көмек беру. Ол біздің портфелімізде сол бір 90-95%. Тамаша. Иә, сол кіші шаруашылық қожалықтарға келіп отырады. Көбінесе соған біз көмектесіп отырамыз. Сіз қанша гектар егесіз? Енді 2000 істегенбіз. 2000. Иә, жаңағы орташаға жатады ғой, иә? Иә, енді кішігірім шығар деп ойлаймын. 2000-3000 енді парға қалдырасын, жаңағы 200-500 егетіндер танимын мен, мысалы. Иә, 200-500-ден бастадық қой енді ескімен. Бұл жерде енді айту керек, қараңыз, анау солтүстік бидай егетін жерлерде 2000 ол көп емес. Көп емес. 20 000, 100 000, 200 000 егетіндер бар, иә. Ал оңтүстікте енді ол жерде бидай емес, ол жерде жеміс жидектер, ол жерде 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар солай егіп отыр. Сол сияқты егерде
оңтүстікте 2000 гектар ол көп бірақ солтүстікте ол үлкен емес деп саналады. Мен бір шаруаны танимын да, ол кісі сол 200 бен 500-дің арасау комбайн алғысы келді, бірақ жаңағы жерің кіші деп өтінімі қабылданбапты. Иә, ол да бар. Неліктен? Өйткені біз қарап жатқан кезінде біз қараймыз, мысалға мынау енді техника ол енді арзан емес. Ол мынау 100-200 гектарға мысалы жеміс-жидек па не ексе де оны жинап сатқанда түскен ақшасы осы комбайн жылдық төлеміне жете ма жетпей ма? Сонда есептейсіздер. Өйткені біз енді бәріне техника беріп қойып, ары қарай енді ол қалай төлейді төлемейді деп біз де оны қарап отырамыз ғой. Оның төлей алатын жағдайын санап, соған байланысты техника беріп отырамыз. Кепіл мәселесін қалай шештіңіздер? Енді кепіл мәселесі, сізге айтайын, кепіл ол мынау несие алған кезінде кепіл сұрайды. Лизингте ондай жоқ. Өйткені лизингтің өзі аты несі бойынша, лизинг ол пока шаруа қожалықтар толығымен қарызды жаппағанша техника оларға берілмейді. Сондай тетік бар ғой. Иә, толығымен жауып болған соң ғана техниканы өздерінің аттарына, қожалықтардың аттарына ауыстырып істей алады. Оған дейін техника біздікі деп саналады. Сондықтан да біз одан қосымша кепіл сұрамаймыз. Яғни жалға алған болып есептелесіз ғой. Енді алған техникамыз кепілде тұрады ғой. Былай қараса енді. Соның өзін жыл сайын төлеп, жаңағыдай 7 жылына ма, одан ертерек бітіре ме, өзі бір мерзімдер бар, ертерек жапсан, ол өзіне өзі қалады, өзінің техникам болып. Ал техниканың түріне қатысты не бар ма? Мысалы, комбайн, әлде шаруа өзі бере ме өтініп, маған осындай техника? Иә, олар өздері келеді. Мен мынандай заводтан мынандай техника алғым келеді деп олар өздері таңдап, өздері келіп бізге өтініммен филиалға өтініш жасайды. Ал завод кешіріңіздер, енді мұнда тек техника деп тұрған жоқ. Өткенде бізде сұрақтар туды, өте кептірудің сушилка дейді. Солар айтты, оказывается, жаңағы Қазагроқаржыдан жаңағы сушилканы да несін етуге болады екен. Сосын жаңағыдай комбайндар, тартатын техникалар, тракторлар дейміз, колесный не дейміз. Одан кейін агрегатқа дейін, қымбат агрегат болса, тоже бұл кісілерге хабарласып, жаңағыдай неге шығуға болады. Кез келген техника осы, ауыл шаруашылығына байланысты техникалар. Енді мен алға кетіп қалып жатырмын ба, жаңағы айта беріңіз. 5% деген өткенде айттық қой, бәріміз асығып үлгерейік деп жаңағы неге қатысып 100-20 миллиардтың ішіне кіріп, бізге енді жолымыз болып кетті. Енді ары қарай да жаңағыдай 5%-дық осындай нелерді жаңа айтып жатсыз ғой, тағы да қосылады жылдан жылға деп. Енді соны жыл сайын жаңағындай жүйелі түрде болса дегендей ғой енді. Жүйелі түрде жаңағы биыл 120, ендігі жыл хотя бы 130, 140, одан кейін 170-180, соның бәрін алдын ала үкіметке жаңағы неге беріп отыр керек қой дегендей. Сондай беріліп, шаруа қожалықтарына осындай көмек келіп отса, тағы да айтамын, біздің Қазақстан азаматтарда кісілерде еңбекқор өте, ауылда жүріп жаңағы жермен, малмен де, егіншілікпен де айналысу оңай шаруа емес. Біздің кісілер бәрі соны тартады. Тек қана бір жаңағыдай бір шамалы көмек, 4-5 жылда Құдай қаласа біздің Қазақстанымыз енді оннан да бидайдан да осы неге бірінші 10-қа кіруге тиісті деп ойлаймын. Мен сондай мақсат қою керек негізі. Осы бағыттағы жұмыс әлі де жалғасса дейсіз ғой, иә? Соны айтып жатырмын, бір ғана разве болып қалмасын деп жатырмын да. Олай болған шығар енді. Енді айтып кетейін, алдында айтқам, осы бірінші рет, алғаш рет 2022 жылы біз осы жеңілдетілген лизинг бағдарламасы оға дейін біз тек қана қаржыны нарықтан алып, сол сіздерге нарықтық пайызбен беретінбіз. Енді мына жерде енді үкімет тарапынан бізге егер ақша уақытылы беріліп отыратын болса, біз енді көмектесеміз. Сіздерге береміз дейсіз. Иә, сіздерге береміз. Өйткені біз өзіміздің қаражатымыз жоқ. Бізде егер үкіметтен берілсе, сізге сразу тікелей 5-6% береміз. Егер үкіметтен енді болып тұрады,
толық нені көп суммада емес, бір 20, 30, 40, 50 миллиардтың шамасына берілетін болады. Ол енді жетпейді, ал сұраныс көп. Сол кезде біз нарықтан тартып сол сұранысты мөлшерінде жабуға тырысамыз. Бірақ енді жүйелі түрде айтып отырсыз ғой, енді алдында президент айтып кетті, үлкен бағдарлама осы айтылып отыр, осы ауыл шаруашылық техника паркін жаңарту керек деп. Енді биыл 120 миллиард бөлінді, келесі жылға енді құдай қаласа бір 200 миллиард шамасында тағы да жеңілдетілген лизингке сондай сома бөлінейін деп отыр. Егер сондай сома бөлінген болса, тағы да өзіміздің қаражатымыздан қосып, біз жалпы лизингтік қаржыландыру сомасын 300 миллиардқа дейін тамаша жоспарлап отырмыз келесі жылға. Енді бұны айтып отқан жоқ, мен ғана емес, мен биыл жаңартып алдым. Маған 1-2 жылға енді қазір қарап отырамын. Қасымдағы көршілерім де бар. Жаңағыдай 1 мың, 2 мың, 3 мың егетін. Қап ана 5% күріліппей қалдық деп алақандарын, қолдарын етіп қалдық. Қалай өріп кеттім деп маған айтты, енді Алла тағала өзі жолымды солай жасап жіберді деп. Көп қасымызда бәрі жаңартқысы келеді. Енді үкімет тарапынан істеліп жатқан жұмыстар өте көп. Жаңағы біздің президент айтқандай, именно биыл осы агросектор жайында өте көп жаңалықтар шығып жатыр, бәрі положительный. Только алға қарай жаңағы сыртқа да шығып сөйлесіп жатыр. Жаңағы өнімді қалай жіберетін бәрін, тегені осының бәрі іске асып қолға алсақ, біздің айтып отырмын ғой, тағы да Қазақстанның бізде несі потенциалы үлкен ғой. Жоқ, бағана айтып отырсыз, көршілерім үлгермей қалды деп. Бізде ол программа әлі жабылған жоқ. Әлі де мүмкіндік бар. Әлі де мүмкіндік бар. Бүгін ертең барып филиалға өтініш жасады болады. Шығысымен хабарласыңыз оны. Онда барып айтам ғой, оны біз білмейміз, сонда жабылып қалды. Ол әлі жабылған жоқ, әлі жүріп жатыр ол программа. Бізге сол түсінікті. Енді соңғы сауал болсын, Еркебұлан Ерланұлы, Қазагроқаржы компаниясы нарықта 25 жылдан бері жұмыс істеп келеді, ұмытпасамыз. Сол уақыттан бері бүгінгі күнге дейін қанша техника бердіңіздер шаруаларға? 25 жылда енді ондай мәлімет бар ма жалпы? Мәлімет бар, бағана осылай қараған, біз осы енді биыл 25 жыл жұмыс нарықта істеп отырмыз, қандай жетістіктерге жетіп отырмыз деп, соны былай қарадым. Сөйтсек 1,5 триллионға техника беріппіз. Қанша нөл болды? Ол 96 мың дана техника ол. Ғажап. 25 жылда, Енді 1,5 триллион деген енді ол әжептәуір сома деп ойлаймын. Өйткені осыдан 5 жыл бұрын Қазагроқаржының осы жылда қаржыландыратын сомасы мөлшерлемесі 100 миллиардқа жете ма, жетпей ма, көп емес еді. Ол қазір біз 170-200 миллиард, келесі жыл 300 миллиард деп отырмыз. Онда тағы да бір 5 жылдың ішінде тағы да бір триллионға да жетіп қаламыз ба деп осындай. Мүмкін, әбден мүмкін. Енді сол бағытқа, сол межеге жетіңіздер. Сізге, Талғат аға, сізге, Еркебұлан мырза, уақыт тауып хабарымызға қатысқандарыңызға алғыс айтамыз. Көп рахмет. Сізге рахмет. Шақырып осылай халықтың мұқтаждығын шығарып, айтқызып, сондай мұрша беріп жатқанда. Өркендерің өссін, жолдарың болсын. Айтқаныңыз келсін. Қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашаладыңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.